Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге бір қамырдан қуырылатын және пеште пісетін пирожкидің рецептін ұсынамын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де осы видеоның астында поделиться батырмасын басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Ең алдымен 1 стакан жылы сүтке 1 стакан жылы суды қосып, оның үстінен 1 ас қасық тұз қосып араластырамыз. Бір шай қасық ашытқымызды салып, ерігенше араластырамыз. Бетін жауып 5 минутқа қоя тұрамыз. 5 минуттан соң үстінен 2 ас қасық қаймақ салып, жақсылап араластырып аламыз. Үш-төрт ас қасықтай сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Електен өткен ұнымызды керегінше қосамыз. Ұнды керегінше қосамыз және де жұмсақтау етіп қамырды илеп аламыз. Дайын болған қамырдың үстінен кішкене сұйық май жағып, бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 5-6 картопты суға қайнатып аламыз және де 1 пиязды ұсақтап турап майға қуыратын боламыз. Қайнап дайын болған картоптың үстінен 1 шай қасық тұзды қосып езіп аламыз. Қуырып алған пиязымызды қосамыз және қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы салманы мен 2-ге бөлетін боламын. Екінші бөлігіне көк пиязды ұсақтап қосатын боламын. Бұлай жасамай қосаңыздар да болады. Енді пирожкиімізді бүгетін боламыз. Ол үшін қолымызды осылай маймен майлап аламыз. Қамырымызды алақандай етіп бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей қолдың көмегімен жайып шығамыз және ортасынан салмасын салып түйетін боламыз.
Барлық пирожкиімізді түйіп болғаннан кейін бетін жауып 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Пеште пісетін пирожкиіміздің бетіне жұмыртқаны жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Майға қуырылатын пирожкиіміздің үстінен кішкене басып, жалпақтау етіп, қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Май қатты қызып кетпеуі керек, пирожкиіміздің ортасы піспей қалуы мүмкін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осы видеоның астында поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.